бәріңе сәлем достар, бүгін біз не істеткенімізді айтайық па. Бүгін біз не істейміз? Әрине хай-текті салатын боламыз. Мен білем қалай салу керек екенін. Енді біріншіге бізге осындай керек, плита керек. Сосын өзіңіздің қалаған түстеріңізді аласыздар. Ал мен голубой стенаны аламын. Осындай голубой алам. Бізге сосын мынандай керек. Кварцевый ступенек. И мынандай полға. Есікке мынандай. По-моему, вот, да? Надан ештеңе керек емес па? Дым керек емес. Біз бірінші кіреберісті біз былай жасаймыз. Осылай. Кіреберіс. Осылай қоясыздар. Ойбай, сен солай қойдың ғой деп жүрмеңіздер. Осылай қоясыз, дәл осылай. Жоқ, мындай. Осылай. Керемет былай. Осылай кетеміз. Мына жақтан осылай кетеміз. Былай қоямыз. Үстін жауып. Бұны кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. Осылай. Сосын осылай тағы. Қазір кесе шығарамыз. Осылай хай-тек видео болуы мүмкін, хай-тек дом емес. Үй болуы мүмкін, кәдімгі үй болып қалуы мүмкін. Сондықтан ренжімеңіздер, қолымнан келген тіркеп жатырмын. Майнкрафт ойнаймын, содан кейін ғой. Бүйтіп жасағанбыз. Бич ту генералкын. Сэр. Жоқ, мына жер. Так, достар, мен осылай істедім. Енді бізге кварцевый ступеньки не үшін деп ойлайсыздар ма? Түк мотивациясы жоқ мотивация. Kaç olsa yine ne için?
Так, короче, осындай шықты. Бағалып кетіңдер. Осындай қазір осылай істеймін. Мына жер ұйықтайтын бөлме болады. Жоқ, мотивациясыз жоғайтатын. Мұны қалам. Мен өйтіп көп не оқыман. Компьютер қарамын. Яғни майнкрафттан, сондықтан мен отыратын кітаптарын саламын. Қалай саласың десеңіз, үйреңдер, үйрен де жүрен болып отыр ғой. Үйрен де жүрен болып отыр мына жақта. Топ мотивациясыз жоғайтатын болсаң. Сен тренировкасы адамды ұйықтатқанда сен тренировкасы ал. Кезекші істейік алма. Сен адам ұйықтатқан кезде сен тренировкасы ал. Сен ұйықтатқан. Адамдар тренировка жасатқан сен ұйықта. Сен ұйықта деп. Сол ха-ха. Енді бізге мынандай современный ес керек. Осындай современный. Написать будем мне. Вот, достар, менің комнатам бітті. Енді кухняны алдық. Кухня. И әбу. Машин бақытында. Машин. Ой, не клёто. Так, бізге не жетіспейді. Енді бізге пол жаю жетіспейді.
құйрық маймен нан ішіңіз. Егер әйеліңіз тастап кетіп қарныңыз ашса, онда құйрық маймен нан жеңіз. Қараңдар. Болды, осымен видеомыз аяқталды. Бәріңе сау болыңдар. Қайсы 41 сау айтыр. Сау болыңдар. Давайте.